Егер ұстап отырған асыл тұқымды немесе жай жерлік ұсақ малыңыз тентек болып ауырса не істеу керек? Қалай тентектен құтылуға болады? Онда қараңыз. Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгінгі сіздерге таныстырмақшы болып отырған дәріміз бигүйтің, яғни Қытайдың паразитке қарсы өндіріп отырған дәрісі. Көптеген асыл тұқымды қошқар ұстайтын кісілер маған хабарласып жатады. Миллион теңгеге алған асыл тұқымды тоқты қошқарым тентек болып ауырып қалды. Оны қалай емдеймін, тағы басқада ауырмаған малдарды қалай тентектен аман алып қалалам деген сияқты көптеген сұрақтармен маған хабарласып жатады. Бүгінгі сіздерге таныстырып отырған дәріміз болса, осы тентекке тіке қатысы бар дәрі болмақ. Бұл дәріні бір қойға екі талдан ауырмай тұрып алдын ала бересіз. Бұл тентектің алдын алып қалмастан екінші тентек болмайды. Ал егер малыңыз тентекпен жаңадан ауырғанын байқасаңыз, осы дәріні 3-5 күн жалғасты екі талдан бересіз. Сонымен қатар бұл дәрінің қосымша сорғыш құрттар мен жіпше құрттар және сауытты құрттарға қарсылық қуаты күшті. Ең негізгі емдік ролы паразиттен болған тентекке таптырмас ем. Дәріні Қазақстанның кез келген аудан қалаларына салып береміз. Егер керек болса, төмендегі нөмерге хабарласып, заказ берулеріңізге болады. Видео пайдалы болса лайк басып, арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісіп қолдап қойыңыздар.